Ассалаумағалейкум баршаға. Күннің темасы подкастының нәубеттегі санына жетіп келдік. Хош, Қайрат аға, Нұрабылы, бүгін қандай темаларда сөйлесеміз? Күннің темасы қандай бүгін? Әлбетте, осы февраль айында жастар үшін бір жақсы бір ұшасу болды десек қателеспейміз. Себебі құрметті президентіміз жастар менен 24 февраль күні ұшасты, һәм бұл жерде түрлі бағдарлар берді. Түрлі бағдарлар бойынша вазипалар берді. Жастар мен істесуші жүргемлерге, барлық мекеме жүргемлерге берді десек қателеспейміз. 32 түрдегі бағдарда тапсырмалар берілді. Олардан біріншісі әр хаптенің пейшембі күні жастар күні деп белгіленді. Яғни мекеме жүргемлердің бастықтары, министрлер яки хакімлер болсын, бәршесі сол күні жұмысларын қойып, тек қана жастар мәселесі менен шұғыланады. Жастармен ұшасады. Жастарға байланысты ләжлары өткереді. Мысалға, кітапқұмарлық болсын, яки олармен ұшасып, олардың машқалаларын, ұсыныстарын тыңлайды, стартапларына көмеклеседі. Демек, осы жойбар әлі қашан басыланып кетті. Осы 4-ші күніде Қарапайым Республика жоғарғы кеңес басшылығы Аманбай Тілеубаевтан басылап, министрлер кеңесі басшылығы һәм оның орынбасарлары, район қала хакімлері, министрлер, мекеме жүрген басшылары һәммесі жастар менен ұшасты. Һәм олардың ұсыныстарын, машқалаларын үйреніп шығып жатырды. Бұл әлі қашан басыланып кетті. Һәм бұл тұрақлы түрде әр 4-ші күні болады. Сол күні ешбір министрлік жүргеннің басшылығы мәжіліс қоймайсыз деді, жиналыс өткермейсіз деді, тек жастар мәселесімен шұғылданасыз деді. Бұл да бір жастарға бір жақсы бір ітібар қарату, ітібар десек қателеспейміз. Мен қарарлардың ішінде көзіме түскендердің бірі бұл волонтерлық қоры, волонтерлікті қолдау қуаттылау қоры текар салынады. Һәм әр жылы одан бюджеттен 62 миллиард адаспасам суммада жәрдем пұлы беріледі. Енді көп адам волонтерлық дегенде бейбіл қызмет, немесе соған ұқсаған нәрсе деп есептейді, бірақ ол рус тілінде айтқанда стажировка дейді ғой, тәжірибе, бейбіл тәжірибеде, яғни жұмыс үйренесіз. Теорияны сол оқуда үйренген болсаңыз, бұндан былай жұмыс істеп жатқан адамдардың қасында жүріп үйренесіз. Волонтерлығым сонда негізі майндсет дейді ғой, көзқарасымызды сәл өзгертуіміз керек. Бұған қолдау қуатталған жақсы хабар болды меніңше. Менің де әтібарым тартқан бір бағдарлама болды. Яғни, менің бірінші кәсібім бағдарламасы, менің өзімде әзір 4-ші курспын. Демек, менің бірінші кәсібім бағдарламасы арқалы, сол жоғары оқу орнын біткергеннен кейін бірінші істеген стажировкада, яғни тәжірибеде жүрген сол жұмысшыларға 2 миллионнан бұл төленеді. Оны екен ендігіден былай зор ұлыма. Өйткені бұл олар үшін да қолып қуаттылау, яғни біздер үшін десем болады, қолып қуаттылау болады, һәм түсіну десем де болады. Сенің не дейді? Барып келу қаражетлерің сол уақыттағы жақсы имканият болған екен. Волонтерлыққа жаңа айтып отырсың ғой, 62 миллиард деп отырсың. Һәм мен өзімді волонтер болғанмын. Волонтерлық уақытымызда біздер жойбарлар істейтін болсақ, қандай да бір қаражетке келіп тақалған жерінде қиналып қалатын едік. Һәм осы кешегі ұшасуда құрметті президентіміз айтып отыр. Әрбір волонтерлық жойбарға 100 миллион сомға шекемкі болған грантлар ойналатын болып жатырды. Бұл да бір өзінің жойбарларын, идеяларын әмелге асыру үшін бір жақсы мүмкіндік болacak. Осы жылдың басында да құрметті президентіміздің 9-ші сынақ қарарын шығарған еді, һәм ол жерде де айтылып өтіліп еді. Кітапқұмарлық мәдениетін рауажландыру қоры жүргізіліп, һәм оның ішінен талантлы жазушыларды дөретушілікпен шұғылдану үшін айына 20 миллион сом мағдарындағы хақ төленуі белгілеп беріліп жатырды. Бұл біздердегі жазушы шайырларымыздың өздерінің жаңа кітапларын баспадан шығаруға жақсы бір мүмкіндік болacak. Кітап шығару аңсат нәрсе емес, үлкен пұл талап етеді. Кітап жазып, кітап шығара алмай жүрген, қиналып жүргендерге жақсы имканият болады. Біздердің елімізде көп сондай жас шайыр, жазушылар, шайырларды көбірек білемін. Қаржылай жағынан сол мәселе болады, бірақ та жақсы жазады, һәм оның оқитын оқушылары да көп, бірақ сол қаржылай жағынан мәселе болып келген. Меніңше, биылдан бастап оларға бір жоғары имканият болды бұл.
Азыр жас кітапқұмарлық бойынша негізі өткеріліп жатырған таңдаулар, ләжалар көп қой, бірақ та мектептен асып кете алмай жатырғанlar, имканияты азал болып жатырған оқушылар бар да. Ал ендігіден былай мектептегі ең белсенді кітапқұмарларға 10 миллион сомға шекен сыйлық пұл беріледі екен. Бұл меніңше ең зор имканият шығар мектептің оқушыларына. Мотивация болады. Үлкен мотивация. 10 миллион сом аз пұл емес негізі. Біздерді өзіміздің оқу орайда жастарды сабаққа кірген уақыттарымызда сұрап, кім қандай кітап оқиды, яғни оларды ешқандай бір мәжбүрлеу жоқ та, шөңкеуден шығу керек, жүректен шыққан нәрсе жүрекке барады. Сізді уақытында оқып, жүрегіңізден бір орын алған кітап бар ма деп оқушыларды сайлап, хақиқат өзі оқитынларды, соларды презентация қылып, өзі орнына тәдбір өткізіп, сол жастарды алып шығу да берді мақсат. Көбісі интроверт. Айтпайды. Сабаққа кіріп оқыдыңыз ба десе, ешкім үндемейді. Бірінлеп сұрап шығу керек. Оқың ба, оқымадың ба деп сұрау қандай болады. Бірақ бар оқитындар. Көбісі бірақ интроверт айтпайды. Неге? Себебі мектеплерде болатұғын, мысалы, менің өзімде мектеплерде болатұғын жарыстыларда жақсы бір сыйлықлар қойылмаған әрдайым. Үлкен енді спарк қойылды уақытында, электромобильдер қойылды, бірақ оған шекен бару үшін қиын да. Ал қазір енді мектептің өзіндегі кітапқұмарлар арасында тұрып, сол 10 миллион сомға шекен сыйлық алу һәмме оқушы үшін мотивация шығар меніңше. Кітап сататұғыларға да көрдіңіз бе, кітапты әзір оқитын адамдарға көп имканият бергеннен кейін, енді олар кітап саталады да. Кітап дүканларының иелері айына 10 мың данадан артық кітап сатса, 1 миллиард сомға шекенге 7% суда жазылу жолға қойылып жатырыпты. Бұл да еледі кітап магазиндерін еледі кеңейтуге, жаһан әдебиеті, өзбек әдебиеті, қарақалпақ әдебиетінің бестселлер дүрданаларымен кітап магазиндерін толтыруға бір жақсы имканият. Былай айтқанда, кітап дүканлары ұшында клиент қаридар тауып бере алған. Қаридар тауып беріп жатырыпты, осы судағы айтылған. Жақсы бағдарда, дұрыс бағдарда. Кітап дегенде кеше бір жаңалық айтып кетейін деп. Камалидин Рабимов деген политолог бар, саясаттанушы, Еркін милләт пайдавары деген кітап шығарды. Енді кітаптың атына, обложкасына қарап, адамлар бұл оқитын кітап емес, қойып қоятын кітап деп ойлап жүргеннен бар екен де ішінде. Бірақ Рабимовты танитын адамдар біледі, жақсы ондай кітап жазбайды. Кітапты оқып, хақиқаттан да мен 10-нан 10 баға қойдым. Себебі саяси талдауды күшейтіреді. Хамид Саудық деген не бар, саясаттанушы, соның бір жақсы графы бар. Біз халқымызда саяси сананы күшейтуіміз керек дейді. Бұл мемлекетіміз үшін пайда. Енді қазір оны пайдасын, оны не деп айтты, гап көйіп кетеді. Бірақ хақиқаттан да халқымызда саяси сананы күшейтуіміз керек. Бұл кітап соған қызмет етеді. Себебі өткен дәуірдегі қылынған қателер айтылған, қате айтылу керек. Қате айтылмаса, ол қайталана береді. Қайталана берсе, өткен дәуірдегі құрбандар қайталанылады. Соның үшін бұның алдын алу үшін де әлбетте саяси сана біз үшін қатты керек. Енді кітаптан саяси темаға да бір қайтатын болсақ, жақында президентіміздің мұражатында қайтадан айтылып өтілді. Бұнан былай депутатлық сұрауларына күш беріледі. Депутатлық сұрауларына жауап бермеген хамелдарларға шара көріледі. Бұл деген не дегені? Өз депутат кім? Депутат бұл халықтың елшісі, халықтың сайлап қойған ағзасы, халықтың дауысы десек болады. Халықтың ішіндегі талапларын, бір өтінішлерін үкіметке алып шығатын ортадағы көпір. Біз оларға күш бермесек, жаман нәрсе болады. Сол үшін күш беру мақсатында депутатлық сұрауларына жауап бермеген хамелдарларға шара көріледі. Бұл депутатқа күш берілгенімен бәрібір бұл халыққа берілген күш та. Бәрібір біздерде әзір депутатлардың статусын көтеруге бір үлкен бір түрткі болған екен да бұл, репутациясын көтеріп жатыр. Бәрібір жаңағыдай сұрау депутатлар хақиқатында да сұрау жібереді, депутатлық сұраулар жібереді. Депутатлардың сұраулары жауапсыз қалып кеткеннен депутатларға халықтың сенімі түсіп бара жатырыпты да. Сіздер істемей жатырсыздар жатырыпты. Олар имканияты келгенше, бірақ депутатлық сұраулар қылып жатырыпты, мұражат етіп жатырыпты олар. Бұл жаңағыдай жинай жауапкершілікке тарту деген адамды да ойландырады. Бұған мен жауап қайтаруым керек. Қайтармасам ізі жаман болады. Һәм ұнамы тәріпке мұражатлары шешілуіне бір анағұрлым жәрдем береді десек қателеспейміз.
Һәм мен бір ітібарымды тартқан бір зат екінші імкан жойбарын ұсынды, кеше. Екінші імкан жойбар шеңберінде жазаны өтеп болған жастарды заманауи кәсіптерге, IT кәсіптеріне һәм шет тілдеріне бейпұл оқытылады деп атырыпты. Бұл өз кезегінде жәмиетте осы жастарымыздың өз орнын тауып кетуге бір жақсы бір екінші імкан болады десек қателеспейміз, Һәм екінші імканға лайық. Һәм қате қылады. Һәм қате қылады. Шет тілдерін үйрену, бәрібір қазіргі заманның талабы сол IT һәм шет тілдерін үйрену. Кейін көпшілік жойбарлары көбірек бизнеске тоқталған, жастарға қаржылай жағынан да, һәм білім беру жағынан да көп бағдарламалар, имканиятлар жатылған екен. Һәм менің және бір ретбәрім таптырғаны, сол бизнес ісберменлік тарау бойынша жаңа өләт ісберменлері бағдарламасында Гарвард һәм Стэнфорд жоғары оқу орындарымен біргелікте біздерде 40 мың жас бизнеске оқытылады оған екен. Мысалы, бір жас бизнес басылай жақ болса, ода анық жақсы идея болса, ол тек ақшасы бар болып тұр, басып кете бермейді. Демек, ол дегені білім жағынан да оған шетел тәжірибесін алады. Һәм жаңа айтып отырсың ғой, программа шеңберінде табысты тамамлаған 1000 жасқа 3 жыл мүддетке 200 миллион сом мықтарындағы 7%-лі суда ажыратылатығын болып атырыпты. Бізде көріп атырғаларға азыр түсініксіз болмасын, суда менен субсидияның парк туралы айтып кетейік. Субсидия бұл мемлекет тараптан берілетұғын, қайтарылмайтұғын пұл мықтары. Яғни ешқандай мойныңызда мен ертең қайтаруым керек деген нәрсе болмайды. Суда болса, бұл қадым жалпы өзіміздің қарыз. Уақыт өткеннен кейін қайтаруға тура келеді. Бұл енді процентлі болуы мүмкін, процентсіз болуы мүмкін. 7%. Тикарғы апуайы парға сода, субсидияны соданың. Бұның кредиттен айырмашылығы, бұның процент ставкілері сәл төмен болады. Яғни жаңа айтып отырғанымызда, жаңа программа шеңберінде ең жақсы табысты тамамлаған 1000 жасқа 200 миллион сом мықтарындағы сода 7% пенен беріліп атырыпты. Һәм шет тілдерін жақсы білетін жастарымыз үшін жақсы бір имканият бар екен. Алдынан бар еді, осы белгіленген аймақларға барып, С1 сертификаты бар жастар көмек жойбары шеңберінде 130 миллионға дейінгі суда алып, сол жерде жұмысын бастаса, осындай жеңілдіктер бар еді. Ал қазір болса, кеше құрметті президентіміз айтып өтті, 130 миллион емес, яғни 300 миллион сомға дейінгі суда алуға да болатығын болып атырыпты. Техникумларға да зор имканият берген, яғни техникум студентлеріне стартаплар жаратуға рұқсат берілген, һәм оларға 1 миллиард сомға жәрдем пұлы беріліп жатыр, финансылық тараптан да. Өзі стартап деген мәдениет дейміз, менталитет бізге енді кіріп келіп жатыр, һәм бұның пайдасы бірінші көрілмеген дәрежеде. Мысалы, кеше жақында өзбек тілінде аударма қылынды, Ильяс Ребулаевтың The Venture Mindset дегені. Бұл өзбек тілінде Venture зехнияты деп аударма қылынды, һәм бұл кітапты баспадан шығарған инсан айтты, әр бір басшыларға беріп шықтым. Сайда Мирзиева да бар екен. Айша Садулаевтың өзі жастарға қандай кітап ұсыныс етеді десе, 3 кітаптың ішінде сол кітап бар еді. Haqiqatan da men сол кітапты оқымастан алдым, енді мен стартап қыла жақ емеспен, инвестиция кірте жақ емеспен, мен оқысам бола ма деген сұрау пайда болды да, кейін оқып көрсем, haqiqatan да дерлік хамин оқу керек екен. Haqiqatda өз атымен mindset, яғни біздің дүнияға көзқарасымызды өзгертеді бұл кітап. Ішінде атап өткенде сол консерватор болмауымыз, жаңалықты ілажы барынша ертілеу қабыл етіп, практикада сынап көруіміз. Кітапта айтады, Америка не үшін Америка құрама штатлары басқа Европа мемлекеттерінен бір жоғары дәрежеге көтеріліп кетті да. Яғни біз батыс мемлекеттерін рауажданған мемлекеттер деп қосамыз ғой. Солардың ішінде Американың өзінің орны бар да. Не үшін? Себебі әйне сол venture инвестицияға болған әті бар еді. Кітапта айтады, ойлап көрің, англичанлардың өзінің Apple-ы бар ма? Французлардың өзінің McDonald's-ы бар ма? Ямаса басқа мемлекеттердің өзінің Coca-Cola'сы ма, Джинси бар ма дейді. Жоқ, не үшін Америка дүнияны сол өзінің несімен елеп алды. Кейін сәтсіздікке болған нені көзқарасты өзгертеді бұл кітап. Олма ағанда бұл қарар менен сол кітап бір уақытта шыққаны, бір
жақсы Ауметлі. комбо болды. Кейін әзіргі уақытта көпшілік студент, жоғары оқу орнында оқитын студенттер арасында соңғы жылларда қаттыға әуж алып кетті. Work and travel жобалар арқылы сырт елде һәм саяхат қылып, һәм жұмыс істеу. Бұл имканият, әйне имканият енді техникум оқушыларына да беріліп жатыр екен. Меніңше, бұл дегені енді олардың да сондай саяхатқа шығып, һәм сырт елдерді көріп, һәм жұмыс істеуіне бір тәжірибе алмасып кетуіне себеп болды. Расында да техникумның жастар үшін жақсы бір имканият болды. Ітібар болды десек қателеспейміз. Шетте қалмайды. Шетте қалмайды. Work and travel'да айтып отырсың ғой. Мен мысалға 2014 жылы сол оқуда оқып жүрген кезімде, сол кезде біздердің бір курс жоғары бір қыз Work and travel менен Құрама Штатларына барып қайтты да. Ол Work and travel'ның мүддеті ақыры оқу басталған уақытқа тура келіп қалды, һәм не болды? Ол қызды мына беттегі оқуынан сабақ қалдырғанлығы үшін отчислениеге дейін барып қалды да. Оқуын бекар етуге дейін дауласып зорға қалды сол кезде оқуда. Бұл ол кезде бір қаттыға бір машқала еді. Work and travel мен шетке шығу. Ал қазір болса, техникумға дейін баратұғын болған болса, бұл жүда бір жақсы имканият. Жастарымыздың шетелге шығуына бір дүния қарасын өзгерту үшін жақсы имканият болып жатыр. Расында да әзір қатты бір қиын емес. Мысалы, менің өзімнің де топарымның достарымның арасында да оқу уақытында енді ол сол жұмысына байланысты болады екен. Мен өзім барып көрмедім, бірақ сол теңдестерім оқудың уақытында барып қалды, бірақ ешқандай машқа болмады. Қайта оқып берді, һәм сол университетіміз тарапынан да және бір мәрте имтиханлар тапсыруға рұқсат берілді. Демек, бұндай имканият енді техникум оқушыларына да бар дегені. Және мына техникумларға байланысты мынерде оқып қалдым. 25-ші бағдарда. Әрбір районда 500 миллион сомға шекенге суды ажыратып, техникум һәм оқу орайларында кәсіпөнер лабораториялары жүргізіледі деп отыр. Лаборатория көпшілік мектеплерде, техникумларда арасы жоқ есабы еді. Бұл лаборатория менен істесе тұғын жастар үшін көп машқала тудыратұғын еді. Бұның да шешімі тауылып жатыр. Олым айтқанда, февраль айында тек қана жастар мәселесінде емес, барлық салаларда да елімізде жақсы бір нәтижелі жұмыстар алып барылды. Ұсынуменен бүгінгі сәнімізді жұмақлаймыз. Бізбенен бірге қалың, пікірлеріңізді комментария бөліміне жазып қалдырың. Мүмкін сізде де бұлар хақында пікірлер бар шығар. Кейінгі саналарда көріскенше.